келгенде жаңағы үйде жүрген болса, өзің үлгермей жатсаң, балаң жылады, пожалуйста, ала тұршы, мынаны үлгермей жатырмын, пожалуйста. Күнге қарап жатқан жоқ, баланы ала тұршы деген кезде уже некуда болып қалады ғой, некуда болып қалады. Әкел бер. Ой, міндет қылмай әкеш деп қояды. О, братчика. Деп баланы алады. Ұстап ар жүреді, бер жүреді. 5 минуттан кейін, что-то мынаны қарны ашқан дейді. Қыңқылдаса. Қарны ашқан жоқ, ол жаңа емген сай тұршы, пожалуйста. Дейсің ғой? Онда мынаны іші ауырып жатыр дейді. Жоқ, сай тұр қазір, кішкене аз қалды десең. Үлгеремайтың ба, біреуді шақырмадың ба үйге? Баланы ұстап бол. Шайды берген жоқсың ғой сен? Не, жейтін бірдеңе бар ма? Жоқ, бұл қонақтарға ғана пісіресің ме? 2-3 штуктан? Давай шай бер. Уже бала да қолда, қонаққа дайындалғаның да қалады. Шай беріп отырасың ғой бүйтіп. Бай-бай, қонақ кіріп келетіндей осы ішің алай-дүлей бүйтіп отырып шай бересің. Сол кезде көзімнің жасы пырш етіп, өзім үлгермей жатқан. Басқан кезде ол айтады, болады, нормально осы. 2 жерден пияз турап қоя сал, болды. Нормально бәрі. Жалмашы сен, не қылмашы? О, болды.